Сәлем достар, жақында Миньонның жаңа бөлімі шыққан болатын. Сондықтан бүгін біз Миньондар туралы қызықты фактілерді айтып береміз. Сіздермен бірге біз Топ Қазақ арнасы. Миньон сөзі француз тілінен аударғанда нәресте дегенді білдіреді. Тарихта Миньон деп монахтардың сүйіктілері мен балапандарын атаған. Миньондар зертханада арнайы бөлімдерде тұрады. Онда олар аэробикамен айналыса алады. Олардың асханалары мен кафелері бар. Оларға жалақы төленеді. Дегенмен әртүрлі дәрі-дәрмек пен қару-жарақтармен сынайды. Миньондар ақымақ, адал және еңбекқор. Олар тапқыр. Сонымен қатар өзіндік әзіл сезімі бар. Мультфильмдерді жоба режиссері Пьер Кафен және Крис Рано Миньонның дауысын салды. Кафен дауыс беру бастамалары алдында ол тез өткізіп, Миньондардың сөзі қалай естілу керек екенін көрсетуді ұйғарды. Картинаның продюсері Кристофен Меланд Андре жазбаны тыңдаған кезде енді өзіңіз дауысты дыбыстайсыз депті. Миньондардың сөйлеуін құрастыру үшін Кафен бірнеше тілдердің сөздерін қолданды. Француз, үнді, ағылшын, испан, итальян және басқа тілдерді. Бұл сөздерден сіз әртүрлі тағамдардың атауын болжай аласыз. Мысалы, бұл фраза үнді дәмдеуіштері бар тауық етінің атауы. Бұл сөз тіркестерін қабылдау әр көріністе оңайырақ болды. Содан кейін қарапайым адамдарға түсінікті болу үшін кей жерде қарапайым сөздерді пайдаланды. Гадкия екінші бөлімінде зұлым миньондар болды. Күлгін түсті. Бұл түстің сары түстің спектріне қарама-қарсы орналасуын байқауымызға болады. Миньонның бірі Бобтың түстері әртүрлі түсті. Анықтама үшін бұл құбылыс гетерохромия деп аталады. Және аттас екі миньон бар. Кевин. Бірінші фильмде бір көзді миньон болса, ал екінші бөлімде Кевин екі көзді биік миньон болды. Гру мен Люси үйлену тойында миньондар ақ костюмдермен Айсмен әнін айта бастайды. Бұл әннің мүшелері Альфа Уансте осы әнге арналған клипте ақ костюмдерде болды. Сондықтан бұл пародияның бір түрі десек те болады. Бір қызығы, Гарри барлық миньондарды аттарымен таниды. Бірінші анимациялық фильм шыққаннан кейін Пьер Кафен миньондардың бар жоғы 899 деп мәлімдеді. Алайда екінші фильмнің постерінде миньондардың кем дегенде 10 мыңға жуық екені көрсетілді. Миньондар радиация кезінде төмен қысымда өмір сүре алады. Минус температураларда, ауаның болмауы, тіпті ғарышта да. Банандар миньондардың ең сүйікті жемісі. Олардан кейін алма, папайя тұрады. Миньондар Illumination Entertainment студиясының ресми символына айналды. Интернетте көптеген фанаттық ойындар шығарылды. Және Runner Minion Rush ойыны әлі де мобильді платформаларда жоғарғы қатарларда алады. Достар, осылайша біз видео соңына келіп қалдық. Егер видео ұнаса, арнаға жазылып қоңыраушаны басып кетіңіздер. Және де қандай мультфильмге немесе киноға осындай қызықты фактілер жасайық, пікірге жазуды ұмытпаңыз.